Халқым, мен мынау Сайыт Розиев бауырымның үйіне қонаққа шақырып, соның үйінде қонақта отырмын. Сот шешімімен әлі 6 сентябрьда сот шешімі күшіне еніп, бұл үй Сайыт Розиевтің меншігіне қайтарылған. Енді қазір міне біз келдік, жаңа участковыйлармен участковый келіп көрді, біз бәрін зерделедік, ішіне кіріп, бұл үйден бір шеге шыққан жоқ. Қорасында мал тұр екен, ол малды көрдік. Үйінде жаңағы енді мүліктері көбісі Сайыт бауырыменке деп отыр. Біраз мүлік менке емес деп отыр. Оған дауымыз жоқ. Сол мүлкін алып кетсе. Қоясың, сіздік ма? Это мой, да, это Өз қағаздарын жинап қой сразу бір шетке. Сайыт өз қағаздарын жинап қой. Тағы жоқ алып бір нәрсе. Нанның бәрін берсін ғой. Датова тергеуші келді, мен білмеймін бұл. Жедел тобын шақырып, жедел тобын шақырып, неғып полиция қызметкерлерін жұмыстарынан отвлекать етіп жатыр. От мәселе айтып жатыр. Білмеймін мен енді бұл Қазақстан заңдарына қарапайым халықты қолдам шешім шығарып отыр. Әділ шешім шығарып отыр деп есептеймін мен өзім. Сату несінің шарттары заңсыз екенін сот шығарып беріп отыр шешім. Купля-продажа незаконны деп айтып отыр. Ал енді біз келдік, жаңа саты 11-лерде Якутского келді, жаңа Марат келді, Жигулда Арабаев баласы, сөйлесейік, камера сөндіріңіздерді, еркекшесі хорошо деп, жаңа ауған соғысының ардагерлерін Жамбыл облысының төрағасы попросить еткені, мен сөндірдім прямой эфирді. Енді кіріп сөйлесем дедім, жоқ, олар кіріп сөйлеспей, ана есінің алдында сығалап, енді сотрудник полицияларды уголовный розыск келіп отыр. Мен білмеймін, не қорқытпақшы ма не бұлар сонда? Үркітпекші ма? Мен бұл жақта үркетін адамдар емес, мынау кісі мына ауған соғысының ардагері, мынау Сайыт Розиев өзі соғыс ауды. Ауған соғысының ардагері, ана Жамбыл облысының ауған соғысының ардагерлері мынау жігіт келе жатқан. Бұлар қан көрген, бұлар өлім көрген. Енді бұл мен қорқытпайын деп отырмын бұларды. Қазір енді сіздерге сыртта тұрған адамдарды көрсеймін. Сыртта тұрған адамдарды көрсеймін. Неғып олар енді келмей отыр. Жаңа Марат айтты, телефон сөндір, еркекше сөйлесек еді, дұрыс па? Кәне еркекше сөйлескен. Көріп отырсың өзің. Милициялар? Қанша адамды қызметтен айырып қараңыздар міне. Міне тұр. Міне лап тұр міне. Дайым понятойға ішіне келген сияқты бұлар. Понятойға сонша қызметкерлерді жұмыстан отвлекать етіп. Бұл кісілер понятойға, по-моему, понятой еместер ме? Ассаламалейкум, амандасайық. Мұсылмандарым. Енді манат қарада қанша полиция қызметкерлерін жұмыстан отвлекать етіп, міне. Бір машине жедел тобы, екінші машине, үшінші машине. Бұлар енді жұмыстан отвлекать етіп, осыған келіп отқан сонша полиция қызметкерлері, мен түсінбеймін, не ақ келіп отқандарын. Еркекше сөйлесеміз деді жаңа. Камераны сөндір дедім, мен мақұл дедім. Мен еще раз қайталап айтып отам, Сайыт Розиев бауырым қонаққа шақырған, мен осы үйінде қонақ болып келіп отым. Мына Керім құрдасында ауған соғысының ардагерлерін Жамбыл облысының төрағасы, бұл да қонақ болып келіп отыр, Сайыт Розиевті қолдап. Ал енді неғып сонша ішкі істер
қызметкерлерін шақырып бұл дүрбелең жасап жатыр. Сот шешімін шығарды. Саид Рузиевқа меншігін қайтарып берді. Енді ана жақта тергеуші отыр. Ол енді не етер, менен түсініктеме аламын дейсіз. Какого перепуга мен түсініктеме жазам, пока мен сол құжаттармен, меня касаемый құжаттармен мен көрмегенше мен жазбаймын шенге. Өзім немді айтпаймын мен. Мәліметімді айтпаймын ол жігітке. Себебі, если дело касается меня, оны конституциядан ешкім жоғары емес. Уголовно-процессуальный кодекста да бар. Если маған қатысты іс болса, ол құжаттармен ол кісі мені таныстыру керек. Саид бауырым, не жазып отырсың? А это вот что это самое? Түсініктеме ма? Да, что здесь никто не проживает, что судом. Сот шешім шыққан, как есть жасай, как есть. Как есть жаз. Нам стоп. И мы, твои гости, пришли в поддержку, это мы не отрицаем. Аны иттердің өзі сотрудниктеріне алды, он жаққа бар Валерге қамады. Лейтенант апарды Валерге қамады итті. Ну, үшкөгі енді лейтенант полиция ғой, бәрі званиясы. Мына інімде... На основании, да? Оба, на. 06.11.23 году я на основании дефицит поставил. Вот сейчас, на основании. На основании решения суда. Ну, вот, Вообще... На основании решения суда. На основании решения суда. Вот такого-то, такого-то. Ана жақта что, да? ана жерде тұрған Керім, Манат и Манат. Марат Дарабаев. Жигули Дарабаев мас. Вот решение. Вот Даня написал от 6.23 года. Так. Вынесенные коллегией по гражданским делам Жамбылского областного суда. Вынесенные коллегией. Сыртта үш полицейский машина тұр. Сонда бұл жігіттерді қызметтерінен отвлекать етіп, енді ұрғарлар ұстап, педофилдар ұстап, бұлар қызметін атқару керек қой. Енді ошағы кепті бәрі. Мен түсінмеймін, сонда олар енді міне халықтың арқасын айлығап отыр ғой. Неғып олар бұл жақта топырлап жүр. Конечно, бір следователь жетеді осыған. А бұлар осы топырлап іші мәшіне жүр. Уголовный рост не. Понятно. О признании сделки купли-продажи по адресу Рамалдаева, улица Умархаджи. Не действительно, да? И признание имущества. Общее совместное имущество меня и моей жены. Признание. Общее совместное имущество. Бывшей жены. Общее совместное имущество. Саид, объяснительно написано в произвольной форме, а не по диктовку. Жоқ, ол в произвольной форме жазылады. Адам өзі не жазды деген соны жазады. Сотрудник. Ну, қазір вообще басқа. Не дейді, Марат не дейді анау? Марат не дейді, папам ақшаны берген Фатимаға дейді. Фатиманың проблемасы. Жоқ, жаңа еркекше сөйлесем деп еді, камера сөндір, еркекше сөйлесем деп еді. Не бұл, еркекше сөйлескен осы үш полицейский машине, уголовный рост. Баласы ма? Жаңа айттым Марат, еркекше сөйлесе камераны сөндірсін абай деді. Хорошо деді, мен еркекпін ғой, мен сөндірдім камераны. Әне мынандай бықсып жатыр. Бұл жерде енді менің
пайымдауымша, ойлауымша, bir тергеуші жететін еді. Bir тергеуші, енді бұл жақта ешкім заң бұзып жатқан жоқ, ешкім төбелес, қоғамдық тәртіпті ешкім бұзып жатқан жоқ. Заңды рәсімдеген кезде, заңсыз рәсімдеген, ол қылмысқа жатпайды. Иә, бұларға жатпайды. Ал біздің талап еткеніміз келуге. Соттың заң шешімімен. Иә, ол қылмыс. Қылмыс. Сол уголовный розыск келіп отыр. Бәрі келіп отыр ғой топырлап. Ол қорқытпақшы да, психологический атака дейді. Қорқыту деген бұл. Неге? Мен афганист болмасам да бір Алладан қорқам, сөзін ашығы. При входе в дом какого-либо сопротивления или запрета на вход не было. При входе в дом Сопротивление, да? какого-либо сопротивления или запрета на вход не было. Кому-либо физически вред не причинен. Физически и имущественный. Какого-либо сопротивления, запрета не было, да? Ага, не было. Кому-либо физически вред не причинен. Физический и имущественный вред. И имущественный вред обязательно здесь. Кому-либо физический вред, да? Физически и имущественно. Имущественный. Ештеңе бұзған жоқ, ештеңе қиратқан жоқпыз. Физический и имущественный вред. Зашли с представителями власти Он-то жас. по закону. Присутствовали Решение о выселении. Причинен вред, Да. решение, иск о выселении из дома был подан, однако иск о выселении из дома был подан. Выселение из дома был подан. Однако видно был подан. Ввиду того, что что по дому, что по указанному адресу, ввиду того, что по вышеуказанному адресу. Саид, в конце заходили в дом с сотрудниками полиции. Так написано, собственно. Саид Ананкос заходили на территорию дома с сотрудниками полиции. Сен енді өзің баса көктеп кірген жоқсың, екі участковый келді, бір майор, бір лейтенант келді. Оны мына прямой эфирде бәрі бар. Судебный исполнитель не представилась возможность предоставить решение о выселении судебного исполнителя по вышеуказанным причинам. Как написано? И он жазбай қойсаң болады, в принципе. Ясно? Олар айтты ғой, мен тут не при чем. Да. а. Сот орындаушылары, короче, біздің ешқандай қатысымыз жоқ деп жазды деп айтсайшы, болды. Выселение. Біздің ешқандай қатысымыз жоқ деп. Не дейді ана, Марат не дейді ана? Білмейді ана, білмейміз не болатынын деп тұр. Не болған үй, Саидке ғой, не болады болды ғой. Мүлкін алып кетсін болды. Судебного исполнителя не представилась возможность по вышеуказанным причинам. Жаңа түрік, по-моему, тұрып жатты осы иә. Представлялось? Не представилась возможность. Ввиду того, что судебный исполнитель пояснил, что выселять с данного адреса некого. Это тебе судебный исполнитель пояснил, правильно? Вот это тоже пиши. Вышеуказанным адресом, да? По По вышеуказанным причинам. Суд не дал решение о выселении, так это по адресу имеется в наличии справка по прописке от начальника Миграционной службы. Сейчас нельзя иметь с собой Имеется справка, да? справка Кадастровая справка. о Обременение. прописке лиц
Mına uy. Mına uy. Endi uy degan içine kirip ko'rib keremet endi bu uy. Mana şu yerinde baseyn var. Arjanda monça. Mana kuxnyası var. Тоже бұл жақта да жатын бөлмелер бар. Әрқайсында туалет, ванна, санузел әрқайсында бар. Мына жақта подвалдың өзі бір бары бар, дәу енді. Мен өзім риза болдым. Мына Саид осындай үй соғып, қанша пинет салды, қанша күш, қанша ақша кетті бұдан. Енді мен білмеймін, бұл қалай болып отыр. Ладно. Жигули Дайрабаев бұл үйді бұрынғы ажырасып кеткен некелес болған Саид Розиевтің әйелінен алып қойыпты. Бірақ ол қаяқтан алды, сол 150 миллион теңгені қаяқтан алды. Да, я вас тут с вами такое случилось. Да, конечно. А вы бессовестные. Незаконно продаете Мына, мына. хату. Ты знаешь, Сатқанысы. Марат, Бұл кісі кім? Рахмет айт. 3 года терпели, рахмет айт давай. кто такой, чтобы терпеть? Вы кто? Вы кто такой терпеть? Вы что, что-то потеряли? Наглец. Я товарищ сослуживец. Вы Ты чё? Вы бессовестные. Вы что делаете? Вы Я вас дети, да? Вы смотрите, вы такой обгадец. Ты бессовестная. Едем бәрін жындырдым. Сама захила и стоишь дрожишь. Отвечай за дрожу? поступки, отвечай. Да я и не дрожу. Кто вы такой, чтобы дрожать? Баганцев. Енді мына жақта мына. Да давайте, Абай Сократ. Вы же пишете про педофилов. Напишите про Розиева Саида, про педофила, который в 2005 году изнасиловал мою племянницу, которую мы ищем до сих пор, которую он бросил в тюрьме. И Алмаз, Сидер, Килисендер. Доказательства, решение суда есть? Есть. Подайте на него Да в кого суд. в суд подавать? На Такие, Саида как вы, Розиева. вы же Нет, ходите. нет, подождите. Помогите мне, женщине. На законно... Вы помогите женщине. Испокон веков казахи, мужчины защищали женщин и детей в первую очередь. А вы пришли здесь педофила защищаете. И попробуйте это только в прямой эфир не пустите. И если я не буду подавайте вы Так, на меня в суд. Бессовестные вы сейчас... бессовестные, Нет. вы даже не разобравшись. Вы сейчас Я утверждаете, феминистка. что Саид Розиев педофил, да? Вы такие Вы сейчас взрослые утверждаете, мужчины. что Саид Розиев педофил, подождите. Конечно. Педофил, да? Конечно. Вы это сейчас в прямом В эфире. прямом эфире говорю. Да. Не боюсь я. В прямом эфире говорю, Саид педофил. Все. А вы, Абай Сократ, пишете, бегаете с деткам, да, снимаете, помогаете как будто бы педофилам. А сами, я же вас в этом Рыскуловском суде попросила вашего следующего, который был журналист. Помогите, разберитесь, где он, этот журналист, где? Я же ему написала даже, сказала, пожалуйста, помогите мне, женщине, помогите. Вместо того, чтобы женщине помочь с 5 внуками, вы пришли сюда, вот это взламываете, снимаете, говорите. Абай Сократ, я слежу за вами давно. Есть судебное решение. Я за вами, нету решения еще. Наше решение еще 4 месяца в суде. Решение Узкого видел, следователь сейчас видел. Да, конечно, еще 4 месяца. В законную силу, нет, не вступила. Да, вступила. в законную силу Не вступил. вступила. 6 сентября вступила. Да. Саид Это Розиев вынесено решение Абай Сократ. до этого дня он хотел как-то мирно урегулировать как-то отношения ваши. Но вы не шли на контакт с ним. Джо. Я не хочу с вами ругаться. Будьте как мужчина. Мен- Оставайтесь мужчинами, раз вы пришли сюда. Оставайтесь до конца мужчинами. Мен И сөзбен вы ұрысым тоже. деп тұрған жоқ. У вас дети есть? Бала шагарыңыз бар ма? Это место. Если вы действительно в Афганистане служили, я вас в Дарфурском суде сказала, мужчины, 30 человек, встаньте, помогите мне, а вы нацепили на себя ордена и пришли. Так, мужчина один бы подошел, эй, Аиль, не издевайтесь на А мына жерде енді Саид Розиевті педофил деп мынау тікелей эфирге неғып отыр. Оскорблять етіп отыр. Это уже жалған ақпарат. Қазақстан Республика 131 қылмыстық істер бойынша бабымен оны айыптауға болады. 131 бұл. Уже клевета ол уже әкімшілік құқық емес. Бұл қылмыстық іс. А вы же не знаете, еще келватсыз да, ясыңыз бар ма, мужчины? Балашағаныңыз бар ма сендерде? Испокон веков казахи защищали мужчин. Женщин. Дайте мне еще заявление дописать еще. Я хочу еще дописать свое заявление. Дрожу я. Да, я, чтоб вы дрожали.
Пусть над вами Божий суд исполнится. И пусть ваши дети попадут к такому, как стоит Рузиев. Как Рузиев стоит, попадут. Весь область меня знает, чем я занимаюсь. Чем вы занимаетесь? Пусть ваши Вот, вот, Только вот. людям И оно. помогаю. Я людям только помогаю. Не Маке? отбираю ни копейки. А, Маке? Весь Анам область меня малға обал болды, малдың да несі бар ғой. Қазір Ал бұл жем шөбіндер, обалда малға обал. су бере салмадым бе ақыры. Да, Раке. Суды жорға шығарып алдық. Алло. Су жорға шығарып алдық. Тастап кетейін тұр ғой малды. Жоқ, малды алып кетсін, тұқымыр біреудің аманат ол. Біреудің аманат, нафиг надо. Ол просто малға обалда. Осындай бола ма? Біреу бажылдаса бітті, заң сол жақта ма? Жоқ, бажылдай берсін. Жоқ, бажылдай берсін. Не қыласыз, сәке? Қазір ол мына прямой эфирде Саид Рузиевті педофил деді. Это 131-ші қылмыстық. Жоқ, қалай айта береді? Мына қанша халық көріп отқан білесіз ба? смотрит. Абай Сакрат, Жоқ, бауырым, мынандай. Фейсбук. Абай Сократқа кірсең, Абай Сократ. Абай Сократ күшін бәрі шығыр. Алғанда не десін әді? Жоқ, қоғамдық бірлестік. Жоғал желтоқсан қоғамдық бірлестік. Нен көрсін? Сайт Фейсбукте, короче, Абай Сократ деп жазсаң шығады. О, қазір мен самады, қай сондай, міне, көріп отырмын, самады, көріп отыр, комментарий жазып жатыр, міне. Міне. Көріп отқан адамдар, мен Жанат Истаева бауырым, біздің қала тоже белсенді. Көп белсенділер көріп отыр, бұт Қазақстан шетел көріп отыр бұны. А бұл прямой эфирде жаңағыны әңгіме айтып отыр. Өзіңе не сам? Да. Включайте, я не боюсь. У меня к вам просьба, и к вам, к афганцам, просьба. И к вам. Пожалуйста. Вы же помогли ему. Помогите и мне. Я за свои слова отвечу и не боюсь их. Нет. А вам... Какие у вас проблемы, скажите? Каких у меня проблем? Не, ну а в чем вам помочь? Во всем. А что вы пришли сюда? Нет, подождите, Вы о чем пришли вы сейчас сюда? только что сказали, Вы помогите хорошо, мне, дедушка. Хорошо, вы зачем пришли сюда, Забай Сократ? Вы сейчас сказали, помогите зачем мне. сюда пришли? Чем вам я могу помочь, скажите? Вот послушайте мое все заявление и помогите. Вы как-то обоснованно говорите, как-то реально, ну, Я обоснованно вам то там, вы как-то... Қанша сотрудник полициялар жұмысынан айырып, мынау жігіттер қазір қызметін атқарып, ана жақта жұмыс істеу керек. Бір тергеуші жететін еді, осы жақта неміш? Бір тергеуші жететін. Бұл жақта жанжал жоқ, айқай жоқ, ешкіммен атып жатқан жоқ. Анау Дузнов сияқты осы мылтық алып ешкімді атып жатқан жоқ. Білмеймін, соттың шешімін көрдіңдер өздерің, дұрыс па? Соттың шешімі ол Самат үшінші билік. Заңды күшіне енді 6 сентябрь күні заңды күшіне енген. Енді мынау кісі жаңағыны бетбақтық қаламса, ол ешкім қорқпайды бетбақтықтан. Бір Алладан қорқам өзімші бауырым. Сотрудниктерден де қорқпаймын. Халықтан да, бір Алладан қорқым көріп, қалған бәрі пендес. Бүгін барымыз, ертең жоқпыз. Жоқ, прямой эфирді мен неғымын, сөндірмеймін бауырым. Енді көрсін, халық көрсін. Сен қарады, сен Мерке ауданның несіне, короче, уголовный розыскансың, сен ке болсын, не себеппен ке болсын, соманы айтыласың ба? Группамен шақырғанын не? Сен мына группадасың ғой. Все, понятно. Группаның мәшесі там, эксперт, криминалист, тергеуші. Жоқ, манат, бұл жақта группадаш 5 мыңнан 500 мыңға шын адам отырды группада. Группаларда әртүрлі группа бар, содан 5 мыңнан 500 мыңға шын адам отыр. Мен бір 20 группаға жібердім бұны. 20 группаға жібердім. Сол қазір не только Қазақстан, шетелде көріп отыр. Бұл әңгімен бар, жаңа кісінің сөзінде, менің сөзімде зерделеп, қазір мен лишний бір нәрсе сөйлеп қойсам, 130-мен за оскорбление или за клевету мен сразу привлекать етіп жібереді. Сотталған мен, саман не ағам, бір жыл, короче, условно ағам 131-мен. Он несін жасырам, как она есть. Мен енді ол сотта қайтыс болып кетті. 2 айдан кейін ол да кетіп қалды. Абай деген Чөскемет Жамбыл ауданында. Ол да қайтыс болып кетті. Енді бір Алла бар ғой, ол көріп тұр. Одан кейін оны қылмыстық істі неге, короче, аударып жіберді өкімет, депутаттар. Әкімшілікке аударып жіберді. 130, по-моему. Бұрын уголовный, қазір әкімшілік болып кетті.
Қандай дейді? Да, бұл Жанболат Мамайды когда алып кетіп бара жатқан кезде осы митингді ұстап алып қалған осы Жанболат Мамайды естіген шығарсыңдар. Вот, соны қолдаймыз, ол да алып кетті. Сондай жас жігіттер президент болу керек. Елім, жерім дейтін адамдар. Қазір ана отыр ғой президентім жалтақтап. Қайнағасына жалтақтап отыр. Мен прямой эфирде айтам. Жалтақтап деген переводы, короче, оглядываться етіп. Тоқаевтың қайнағасы кім? Айтсай. Әйел орыс қой. Жоқ, рас қой бауырым, ондай нәрседен мен қорықпаймын айтуға. Оның бетіне де айтам. Бетіне айтам. О, сендерге қызмет болған, сендер уже лишний. Сен Фейсбукқа да лайк басамайсың. Потом сендерге запрет берген. Фейсбукқа кіре алмайсың даже. Комментарий жазбай шығар. Ой, жоқ. Только когда сотрудниктерді мақтаған кезде, сондай кезде жазады комментарий. Оппозиционерлерге комментарий жазады. Темірлер таға берген кезде Да. темір таратады. Аны ішіне кірсекші, үйдің ішіне кірсекші, бір 4 кептер өліп жатыр. Видеода бар, 4 кептер өліп жатыр. Мына үй неухоженный. Ана сотта айтқан, ой, мен үйтіп жатым деп. Тұрып атымды ғой үйдің ішінде. Үйінде бұл тұрып жатқан жоқ, бірісі түрік па, біреу тұрып жатыр, басқа біреу тұрып жатыр. Ол енді айтала береді ғой. Хотя ол жігіт, Маратты мен ана соттан танимын, Күлкеевтердің сотынан танимын, бұлардың соты болды ғой жақында. Бұл жерде пропискада жоқ. Бұл вообще условияда жүрген жігіт. Ол қалай? 580 миллион. 550. Біреудің үйінде қалай жүреді ол? Пропискада жоқ бұл. Мысалы, Марат, жаңа өзің көрдің ғой, нен кадастровыйда. Бұл жақта пропискада жоқ. Қалай ол жер? Депутаттың баласы болғаннан жүр ме? Депутат болса өзіне депутат. Оны халық сайлады деп Жигули Дайрабаев. Сенбеймін. Жаңа участковый. Неге? Үшеудің участковый. Осы жердің участковый болса жаңа көрмедім ғой, жаңа мына жігітті көрдім. Оны ана лейтенант келді, әкеліп итті, ана бір күшігі бар екен. Ona бір қамадық. Міне, ішмәсіне полицейский тұр. Білмеймін, мен бұл жақта құқық ешкім бұзып жатқан жоқ. Дүрбелең ешкім жасап жатқан жоқ. Білмеймін, неғып сонша сотрудниктер келгені. Просто менің ойымша, Жигули Дайрабаев болған екен, ол мына Мерке ауданы қалай ол? Где это ваш дом? Подождите, это ваш дом? Вы еще продали, по-моему. Айтпай қоймай. Чего вы боитесь? Чего вы боитесь? Ну а зачем? Айтпайсыз ба? Давайте, скажите ваше. Мына мен деп отыр мына кісі. Хотя бұл үйді сатып жіберген. Жаңа сайттың сөзіне қарағанда 165 миллионға сатқан дейді. Бұл үйді 165 миллионға. Қаяқтан ақша алып жатыр ана. Бізде сондай ақша тапса қаяқта? Да, сфотографируйте. Сені фотографировать етсе уже заңсыз болады. Сенің жеке өміріңе бас сұққан болып есептеледі. Сен де заявление жазып жіберсең болады на месте. На месте. Сен жеке өміріңе қол сұғып жатыр. Сен бір мемлекет мынау азаматым жігіттер, мынау жігіттер қызметте. Бұларды мен не аламын, түсіре аламын. Потому что бұлар қызметте жүрген жігіттер. А үйіне барып түсіре алмаймын мен. Мынау жігіт үйіне барып түсіре алмаймын. Потому что ол жеке үйі, жеке өміріне қол сұққан болады, дұрыс па? Ол заңмен қолданылады. А мына жақта мен қонақпын. Саид Рузиев мені қонаққа шақырды. Жоқ, сен сүйрете жүрсе без проблем. Сен Қазақстан любой жерінде сені конституция қорғайды керек. Ата заңымыз ол ең биік. Маған өткен жол неде областной акиматта аналар бір приказын көрсетсе, сотрудниктер телефонмен кіруге болмайды деп. Айттым, сендер сонда неден ата заңнан ол сендерге действовать етеді. Мен прокуратураға да, сотқа да ұялы телефонмен кіремін. Бұл жарылғыш құрал емес. Сендерге болады жүруге. Маған болмайды. Сонда сендердің дәрежелері менен жоғары ма? Не себептен мен ұялы телефонмен, ол мен жеке мүлкімді бір жәшікке қалдыруым керекпін.
Кешке қалдырмаймын дедім мен. Білмеймін мен заң үстемдігі қаяқтағы Қазақстан заңы әйтеуір біздің президент жаңа Қазақстан соғам деп әйтеуір күшеніп жатыр. Ол что-то енді аяғынан шалып жатыр ғой орында. Білмеймін енді жеке нем өзімнің ойым сол аяғынан шалып жатыр. Енді ары жазам дейді ана кісі бұрынғы Саид Рузиевтің келіншегі ау деймін ана, по-моему. Сол жаңа енді мына прямой эфирде педофил деп не алды Саид Рузиевті. Енді ол үшін мына прокуратураға, ішкі істер министрлігіне қазір мен не аламын, тегет етем бұны. Ол үшін жауапқа тартылу керек ол кісі. Енді мен әйелімін, мен бетпақпын деп үйтіп сөйлей беруге болмайды, ауыз бар деп. Ауыз бар деп сөйлей беруге болмайды деп. Так мен Саидтан енді интервью алып қайтайын. Бәрі мен риза болдым мына үйді көріп. Мына енді соғу үшін қанша күш, қанша қаражат кетті екен. Молодец. Жер көлемі 70 сотық дейді. Енді дәу. Действительно дәу, мына кен ғой. Аржанда тау тұр ана. Байқасаңыздар міне. Міне тау бөгі. Ауа райы қандай тамаша. Ну, до этого, почему нельзя было говорить, да, где это самое, поговорить, чисто почему Причем здесь Балашаха, я именно что она, Балашаха это решила. И смотри, все Балашаха, да, здесь прописаны, как были, так и остаются прописаны. Марат, если бы я такой поганец был бы, братан, я бы давно уже что-то, я вас ждал, вы сами не приходили, сами не решали со мной вопрос, никак. Вы с ней вопрос решали. Как вы решали, я не знаю, братан. Какие деньги отдавали, какой валюте, я тоже не участвовал. Я когда пришел начать, я сказал, Марат, я там, блядь, вообще этот дом строил, я отношения к вашей сделке не имею, смотрите. Если вы будете, блядь, вот это все делать, я буду, давай, сказать. Ну, слов, нет, вообще видно, блин, ну тема, что, как, где? Нет, вообще, меня не путают, меня, конечно, на этот тему. Просто мне сам конкретно айтвотым, конечно. Я тебя не путаю. Ты пришел, ты же... Нет, я пришел, я здесь. Ты пришел ко мне домой, ты сейчас пришел ко мне домой, братан. Если на то пошло, чисто по-человечески. Мара, я понимаю все прекрасно. Ну, решайте сами там, решите. Волод Агамыш, он же тоже не глупый человек, да? Он же тоже с твоим отцом друг, да? Вы сидели за этим столом, без шпармак, ели, пили, без меня там, решали вопросы без меня там, как-то что-то. А тут появился я колокола стучу, бью, говорю, эй, там, я есть, эй, послушайте меня. Нет, меня никто не хотел слушать. Ну я что сделал, Марат? Я пришел теперь чисто на законных основаниях, зашел. Давайте будем разговаривать. Разговаривайте, братан. Я за. Разговаривать с кем? С женой надо разговаривать. Да поговорите, вы же ее продавали. Ой, покупали, у нее же покупали. Как покупали? И на шахрах, давай позовем, утром сулюси. Да я о чем буду говорить? На орет на всю улицу. Енді Саид, перебейте, только без эмоций. Да. Вот это жена твоя бывшая, да, пухленькая? Енді она на прямой эфир обвинила тебя педофилом. Вот сейчас прям не отходя от... Это мой совет. Не отходя от кассы, пока здесь сотрудники, пока дежурная группа, пиши заявление по 131 часть. Это в прямом эфире это есть, ее слова. Я еще несколько раз просил. Сколько раз? Вот. Из-за этого надо привлечь к ответственности, чтобы не было этого. Сейчас это будет. А то сейчас халық мен де оқшетін доказать соң бар ма, без проблем. Если Саид дедім педофил, докажите. Будем его топить дедім. Но я в это сам лично не верю. Сөз нашего. Bir адамға, я адвокаттан басқа бір адамға бір фильмдер көреміз. Сот солай шешті. Сатып алу біреудің артынан жүгіру, бізде ондай жоқ. Кім прав? Менікі прав деп соттастық, действительно 6 сотқа қатыстық. 6 процесте де міне. Біздің не кінәміз бар міне жерде, өзің айтшы. Жоқ, енді не кінәм бар? Мен ақшасын беріп алып отырмын бұл. Жоқ, енді сен әкеңмен сөйлесің. Сен ана кісімен сөйлесің. Әкеңмен әкеңді араластырмаңыздар. Әкең тұрып жатқан жоқ, 5 жыл болды, Астанада тұрады. Бұл жерде мен тұрып жатырмын. Енді Фатимамен шешпейсің ба?
Марат, Марат, ну я понял тебя прекрасно. Ну ты Просто Саке. с ними разговаривай. Маған да обидно, ұят қой мынау. Не, ну я, братан, ну когда вы это все делали, вы же меня не звали, я наоборот напрашивался, давайте вот так. Вы же сами меня игнорировали. Ну что я сделал, скажи? Моя вина какая? Мен сені бар ғой, Саке, бірдеңке дедім ба саған? Марат, точно так же я же ничего плохого не сказал. Наоборот, я говорю, давайте сядем поговорим. Надо было решить вот жену, нас не надо было путывать. Марат, подожди. Саид, бір минут. Енді Марат қара, сен айтасың, надо было решать женой, үйді сатып алып жатқан сендерсіңдер. Мен қаяқтан ақша алдыңдар деп сұрамаймын, ол сендердің шаруаларың. Енді сендер сол купля-продажа жасаған кезде, ол заңды емес екенін соны анықтамай сендер сатып алып осыңдар. Заңды, заңсыз екенін мен оны қаяқтан білмеймін. Ну сендер тоқтаңдар. Сендер сол нені 165 миллион кімге бердіңдер? Мына Саидқа бердіңдер ме ақшаны? Мен Саидты, мен мына үйді сатып алған. Ақшаны кімге бердіңдер? Кім алды, кім, мен оны білмейді екенмін. Әбеке. Сөзін ашық. Марат, ну ты меня видел? Не, тегін ғой сен айттың маған. Не қылған? Бұл шырылдап сендермен кездесіп сөйлесейік деді еркекше. Еркекше сөйлесіп кездесейік деді, бірақ ондай әңгіме болмады ғой. Она вас обманывает, отнеситесь, посмотрите. Вы же сами, Марат, я к тебе сам вот сюда пришел, и с мамой разговаривал, и с тобой разговаривал. Ты сказал, Давлен приедет, я буду, ну, он позовем тебя там, сядете, порешаете. Алдарынан өтіпті ғой. Мен шығаймас әке, мен шыққым кеп тұр. Шыққым кеп тұр, жоқ. Сен қонақта. Мен қазір Саидтың үйінде түсіріп жатырмын. Саидтың үйінде ол маған рұқсат берді. Сенің үйіңе барып түсіре алмаймын мен. Саид. Енді анау әйелдің бақылғаны деген. Жүре бер. Жоқ, жүре бер. Жоқ, тоқтан. Шақырып жатыр, жоқ. Анау лишний сөйлеп қойғаны просто. Екеуің сөйлесен. Екеу еркекше сөйлесен. Жоқ, ол жаққа барсам, ал міне. Не дейді? Аллах тебе накажет, Аллах пусть Асыл халқым міне. Көріп отырсыздар, мынау енді дұрыс жағдай емес, енді үйді сатып жіберіп, Саидтың несіз вообще мәлім етпеген, Саидқа рұқсат бермеген. Сегодня. Сайт айтады. Пожалуйста, мен осы жерден кегінді машинаны әкелді, алып шығып кетемін. Сен шығып кеткеннен ол басқаша болады. Не дейді? Он начал говорить, это ты вот этот позвал, вот этот. Куда? Ну что-то там... Куда, который, да. Что-то там подскажет. Все, братан, надо постелить это, спать ложиться надо. Түсірмей ақ қой, өздері мен салайын.